Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Қайыпберген Жадыра. Бүгінгі видеода осындай өте ерекше болып шығатын презентацияның жасалу жолын көрсететін боламын. Егер де видео қызықтырса, соңына дейін көріңіздер. Әдеттегідей каналыма тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Және осыған ұқсас презентациялардың жасалу жолын үйренгіңіз келсе, онда менің описаниеде тұрған PowerPoint деген плейлисттің сілтемесіне өтсеңіздер болады. Бұл жұмысты жасау үшін бізге қарапайым PowerPoint бағдарламасы қажет. Мінекей ең бірінші беті ашылып тұр. Мышканың оң жағын басып формат фона дейміз де цвет деген жерден керекті түсті таңдап аламыз. Және осылай экранды кішірейтіп ұстап отырамыз. Бұл уақытша әрине міне оң жақ шетте төменгі бұрышта минус плюс деген батырманы басу арқылы экранды үлкейтіп немесе кішірейтуге болады. Осылай уақытша кішірейтеміз. Фигура деген жерден 4 бұрышты фигураны таңдап аламыз да. Мінекей видеодағыдай өте ұзын етіп, неке жоғары қарай осылайнан ұзын етіп әрі шамалы жіңішкелеу қылып сызамыз. Өйткені үлкейткен кезде ол неке видеодағыдай жалпақ болып көрінеді. Осы 4 бұрышты фигураның үстінен мышканың сол жағын бір рет шертеміз де жоғарыда формат фигуры деген жерден заливка фигуры деген таңдап, бұның түсін ақ немесе басқа түске бояймыз. Мінекей мен кішкене сериялау түсті таңдадым. Контур фигуры деген жерден нет контур дегенді таңдаймын. Енді вставка оның ішіне фигурадан дөңгелек фигураны таңдаймыз да, бір үлкен және 4 кіші дөңгелек фигураны осы жерге қойып аламыз. Дөңгелек фигураны қойып жатқан кезде shift батырмасын басып отырып қоятын болсаңыздар, дөңгелек ровно болып шығады. Бұл жерде енді дөңгелек саны 4-еу, 5-еу болуы маңызды емес, точнее міндетті емес, ол сіздің қанша слайд бет жасайтыныңызға байланысты. Бұл енді мысал ретінде болғандықтан мен жай ғана 4 беттік слайд жасап жатырмын, бірақ бір үлкен дөңгелек ол міндетті түрде қажет. Ал енді барлық дөңгелек фигураларды бірдей белгілеп аламыз да. Формат фигуридан заливка фигури деп 4 бұрышты фигурамен түсін бірдей етеміз. Контур фигуриден нет контур деген таңдаймыз. Және де үлкен 4 бұрышты фигураны мышканың сол жағымен бір рет шертеміз. Одан кейін Ctrl кнопкасын басып отырып дөңгелекті шертеміз, яғни үлкен дөңгелекті. Одан кейін жоғарыда формат фигуридан сол жақ шетте объединить фигуры деп тұр. Осы жерде вычитание деген бар. Соның үстін басатын болсақ, бізге осындай әдемі ерекше фигураны шығарып береді. Мінекей фигураларымыз дайын тұр. Енді вставка оның ішінде значки дегенге барамыз. Сол жерден көптеген түрлі значоктар табамыз. Бірақ ол үшін бізде интернет қосулы болуы қажет. Мінекей значоктарымыз шықты. Бұл жерде әртүрлі тақырыптарға арналған көптеген значоктар бар. Өзіңізге керек дегендерін таңдап алуға болады. Мінекей мен 5-еуін таңдап аламын. Үстінен шертсеңіздер өзі белгілене береді. Және астындағы вставить батырмасын басамыз. Осы вставить еткен әрбір значоктарда көлемін кішірейтіп немесе үлкейтіп, мінекей мына біздің жаңа вставить еткен ақ дөңгелектеріміздің ішіне осылай келтіріп алатын боламыз. Барлығын бірдей Ctrl батырмасын басып отырып, көлемін өзгерте аламыз. Мінекей өзгертіп алдық. Одан кейін жоғарыда формат графического рисунка элемента деген жерде заливка рисунка деп тұр. Осы жерден жасыл түсті таңдап аламын. Одан кейін келесі этап дөңгелек фигураны және значокты видеодағыдай етіп белгілеп алып, мышканың оң жағын басып, группировать және тағы да группировать дегенді басатын боламыз. Мінекей біз жаңа 5 значок қойдық. Осы 5-еуіне де дәл солай жасап шығатын боламыз. Мінекей группировать, тағы да группировать дегенді басамыз. Сонда яғни осы дөңгелек және значок екеуі бір фигура болып бірігетін болады. Одан кейін осы біріктірген фигураны сол жақ шетке 4 бұрышты фигураның үстіне қарай әкелеміз. Барлығын ровно әдемілеп етіп қойып аламыз. Одан кейін осы бірінші бетке жазылу керек текстті жазамыз. Мендегі бұл енді мысал ретінде жасалып жатқандықтан жай ғана просто тақырып деп жаза саламын. Және оның шрифтін, көлемін, түсін өзгертемін. Егер де менікіндей шрифтті өздеріңізге орнатқыларыңыз келсе, онда осы видеоның астына описание бөлімінде мен видеоның сілтемесін қоямын. Сол видеоны көрсеңіздер, қалай осындай әдемі шрифтті скачать етуге болатынын көрсететін боламын. Енді сол жақ шеттегі бірінші тұрған слайдқа мышканың оң жағын басамыз да дублировать слайд дегенді басамыз.
Енді осы екінші слайд бетімен жұмыс жасаймыз. Бұл жердегі мына тақырып деген текстті алып тастаймын. Және мен сол жақ шеттегі төртбұрышты фигураны ақырындап төмен қарай жылжытатын боламыз. Мінекей екінші значокқа қарай апарамыз да. Осы екіншісі, яғни екінші фигураны оңға қарай жылжытамыз, ал жоғарыдағы бірінші фигураны мінекей сол жаққа төртбұрышты фигураның үстіне қарай жылжытамыз. Одан кейін мен мінекей жай осындай текст дайындап қойғанмын. Осыны аламын да копировать етіп, жаңа екінші слайд бетіне апарып қойып қоямын. Енді сіздер бұл жерге өздеріңіздің текстеріңізді жазасыздар. Мінекей екінші слайд бетіне де дәл солай дублировать слайд деп, үшінші слайд бетін ашамыз. Бұл жерде де мына текстті өшіріп тастаймыз да, мына төртбұрышты фигураны үшінші значокқа қарай жылжытамыз. Енді дәл алдындағыдай үстіңгі фигураны солға, астындағы фигураны оңға қарай жылжытамыз. Текстті өшіріп тастаймын да, мен тағы да басқа текст жазып қоямын. Дәл осылай ең соңғы слайд бетіне дейін осылай жасап шығатын боламыз. Енді ең соңғы этап, сол жақ шетте тұрған слайд беттерінің барлығын кітап кнопкасын басып отырып белгілеп аламыз. Және жоғарыдағы переходы деген жерден трансформация деген таңдаймыз. Бұл бізде ең соңғы этап. Осыдан кейін біздің слайдымыз дайын болады. Үлкейтіп қарап көрейік. Мінекей бізде осындай әдемі презентация дайын болып шығады. Егер де бұл презентацияның жасалу жолы сіздерге ұнаған болса, онда міндетті түрде видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және осыған ұқсас презентациялардың жасалу жолын үйренгілеріңіз келсе, онда описание бөлімінде тұрған PowerPoint деген плейлисттің сілтемесіне өтсеңіздер болады. Және де достарыңызбен бөлісіп каналыма тіркеліп отырыңыздар. Келесі кездескенше.